Басқамыр қалашығы Ұлытау ауданы Жезді елді мекенінен солтүстікке қарай 23 шақырым, Жезді өзенінің сол жағалауында 200 метр жерде орналасқан. Ескерткіш Әл-Идристің мәліметтері бойынша оғыздардың хандық тайпасының 8-9 ғасырларда өмір сүрген Хиям қаласы деп көрсетілген. Ескерткіш 3 қатар берік қабырғалы және мұнаралары бар орта ғасырлық бекініс. Шаршы пішінді құрылыстың сыртқы жағы ірі көлемді шикі кірпішпен әк ертіндісін араластыра отырып қаланған. Қабырғаларын қоршай орналасқан ордың ұзындығы 110 метр, ені 14 метр. Қалада жақсы күйдірілген қыш өндіріс болғандығы табылған өрнекті қыш қалдықтары айқындайды. Зерттеу нәтижесімен заттай табылымдарға қарағанда бекініс тұрғындарының негізгі шаруашылығы мал өсіру мен суармалы егістік болған. Сонымен қатар орта ғасырлық қала тұрақ ретінде өмір сүрген. Бекініске қарап қыпшақтардың құрылыс салу дәстүрін аңғартуға болады.